Vincent Keimer, Arjun Erigaysi, Tata Steel. E4, E5, ATF3, AC6, піл B5, Испания партиясы, A6, піл A4, ATF6 рокировка, піл E7, D3. Мынаны қорғаймыз, және дәл қазір мынаны, және мынаны алуға тырысамыз. B5, піл B3, D6, C3. Өткені ат A5, және сіздің мына Испания піліңізді алып қою мүмкін. Рокировка H3, піл B7, тура E1. Ат A5. Бұл Михаил Иванович Чигориннің сүйікті жүрістерінің бірі. Піл C2, C5, ат BD2, вәзір C7, ат F1, тура F E8, және ат E3. Бұл жүрістерді Штайнец, Ласкер, енді барлық әлем чемпиондары қатысты. Көбінесе мен бұл атты Виарел Балаганның аты деп лақап аты бар. Өткені Виарел Балаганның іс-әрекеті ат H2, ат F1 және ат E3 деген іс-әрекеттер болатын. H6 және ат H2. C4, вәзір F3 біз деген Филидорды есімізге түсіреміз. Алдық және H5. Мына аттың G4-ке секіруіне мүмкіндік бермеу, және мына өрт сөндіргіштің көзін жойғызуға мүмкіндік бермеу. Бірақ ат F5. Біз деген Каспаровтың сүйікті атын алып келеміз. G6. Енді мына торлардың қаншалықты осал екенін сіздер көріп тұрсыздар. Бүкіл қара торлардың қаншалықты осал екенін көріп тұрсыздар. Алдық және піл G5. Енді біздің басымдығымыз айқын. Біз деген қарсыластың миын әдемілеп тұрып шағамыз. Неге шағамыз? Өйткені біздің мынандай тамаша қара піліміз бар. Патша G7, тура A, D1, вәзір E6 және піл B1. Мынаны қорғаймыз. Өйткені бізге де сарбаз керек. Тура A, D8, вәзір G3, ат C4, B3, бауырым бұл аумақтан кетші деген сияқты. Ат B6 және F4. Бұл дұрыс шешімдердің бірі. Неге? Себебі мына қиғаш жолдағы болатын жағдайды ешкім пайдалана алмайды. Өйткені қара піл жоқ. Немесе біздің аумағымызға кіретін ешкім жоқ. Алдық. Тура D7 және вәзір F2. Мүмкіндік бар болса, мына жерге шабуыл жасау. H7 және піл F4. Мүмкіндік бар болса, мына жерге шабуыл жасау. Ат C8, енді мына атқа көңіл аударыңыздар. Ат F3, патша G8 және вәзір G3. Енді 1, 2, және мынаяқтан тағы да 3 бар деген сияқты. Бұлай және ат D7. Орталық және тағы да бір рет орталық. Вәзір F6 және ат F5. Каспаровтың аты тағы да өз орнына келді. Және мына жерге шабуыл жасады. Бұлай және тура F1. Болашақта әртүрлі секіреміз, шах, ананы аламыз деген әрекеттердің барлығын. Бұл тез арада, мына екеуі тез арада өздерінің орындарын босатады. H4, вәзір G4 және вәзір C3. Неге мына сарбазға қызыққан екенін түсініп тұрған жоқпын, бірақ сонда да піл D2, артқа қарай шегіндік, кім сияқты? Капабланка сияқты өзінің пілін D2. Вәзір B2, H6, бұл атты шеге деп атаймыз. Мына жерге шабуыл жасаймыз және мына жерге шабуыл жасаймыз. Шах тағы да және ат D8. Қос соққы мына жерге шабуыл жасап тұрмыз және мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Бұлай алдық және піл E3. Дәл қазір нені D4-ке қойып, мына жерге шабуыл жасау және мына жерге шабуыл жасау. Бұлай және ат H4, вәзір H4. Бұлайда амалдарды қарастыру, бұлайда мәселені көтеру. Көріңіздер ме? Бәрібір қаншалықты піл. Мына атқа да көңіл аударыңыздар, мына атқа да көңіл аударыңыздар.